Жоқ, үйімді кім жарғанын таба алу мүмкін емес. Қаяқтан тапсам болады? Ой, есік біреу тақылдап жатқан сияқты, қазір шығып қайтайын. Кім екен, мен қазір ашам есікті. Так. Жетел, айта бер, не болды? Ассалаумағалейкум, Мейірбек. Үшін мен саған айтқан жұмыстардың бәрі бекер кетті. Короче, айтқан кезде жердің бастығы әкімшілік жақтан рұқсат жоқ дейді. Сен магазинді саламайтын құсайсың. Ой, е-мое, бәрібір минусынан кетті ғой бір. Так, барша жанға сәлем, бұл Мейірбек арнасы. Бүгінгі видеомызда біз ауылдан кететін құсаймыз, өйткені осы ауылда деген көп деген жаңағы не дейді, минус жағынан ең жаман сәттерім осы ауылда өтті дегендей. Так что мен ауылдан кетейін деп жатырмын. Ең алдымен маған азық жинап алу керек, кішкене тамақтарды алып алған соң осы егіндерден, одан кейін мен ауылдан кете берсем де болады. Біраз тамақтарды жинап алып, мен барлық заттарымды сумкаға салып, көшіп кетем мына ауылдан, вообще кетем, қайтып келмеймін бұл ауылға. Бірақ жақсы ауыл еді. Мынандай қалған ұрықтарын егіп кетеміз, қайтадан жетелердің өздеріне керек болады, бізге бәрібір керек жоқ. Тек қана тамағын алып кетсек болады біздер. Так, мына жерді егіп тастайық. Қазір бір-екі егіндердің осындай алып кетеміз, осындай свекла, семена, яғни нандардан дегендей картошка алып кетерміз. Так, мында картошка ма? Картошкалардан алып кетеміз қазір кішкене. Мынаның бәрін теріп шығайын. Міне, өзіме керектінің бәрін жинап алдым. Ендігі мәселе бізден осы ауылдан кету. Үйімдегі барлық заттарымды жинайын. Негізі өте керемет ауыл болатын, маған ұнайтын. Осы ауылда ең бастысы үйім жарылған себепті мен осы ауылдан кетейін деп тұрмын, және сонымен қатар сәтсіздіктер. Ал қазір мен кішкене демалып алайын, осы тамақтарды салып қойып, кішкене демалып алып, жолға шығамыз. 2000 years later. Таңда атып қалды. Енді бүгін жолға шығатын кез, сағат деген 9:30. Давай жолға шығамыз, енді заттарымызды жинай бастайық. Мұнда кирка мен балтаны алып аламыз, бәрін шауып жинай береміз. Мынаны киркамен, білесіңдер ғой немен қазу керектігін. Осылай алып, бәрін жинап шығам. Осы үстелімде және компьютерімде алып кетемін. Клавиатурасы бөлек, мониторы бөлек. Енді кроватымды аламын, сосын мына сандықты да алып ала саламын. Түк қалдырмаймын, мына үйде барлығын алып кетемін, столды да дегендей. Мына пәсте сумка бар, сағат қалып кетті, сағатты алып алайық. Жаңағы жертөлемде менде сумка бар, сол сумкаға бәрін салып алып, біз кете берсек болады. Екі шеттегі қала берсін. Мұнда алмаздар бар екен, сақтап қойған дегендей. Бәрін жайғастырып алайық. Жайғастырып алған соң біздер сумканы алып кете береміз. Все, дайын. Барлығын пәште жайғастырып болдық. Мұнаны қалдырып кетем. Телефонымда қолыма алып алдым дегендей, керек заттар қолымда, қалтамда дегендей. Енді біздер деген ауылдан кете берсек болады. Жолға шығамыз. Ауылдан шығып кететін жол осында меді. Так, любой жаққа кете берсек болады негізі. Білмеймін қайда баратқанды, басым ауған жаққа барамыз. Ауылым, жарайды, мен енді бір басқа ауыл тауып алармын, сол жақта кездесеміз.